Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет эфирде ақшам телеарнасын жаңалықтар топтамасы тізгінде мен Дәулет Сейітбеков. Өткен күн өзекті ақпараттарын арнамыздың тілшілері өздеріңізге ұсынбақ, алдымен аңдатпаға зер салайық. Сәтпаев қаласының 4-5 шағын аудандары мен 20 орамды жоспарлау жобасы таныстырылды. Сәтпаев қаласының 50 жылдығына тарту көрермен назарына ғашықтар спектаклі ұсынылды. Еңбеккерлер арасында ұлттық спорттық ойындардан жарыс ұйымдастырылды. Еріктілер Айнакөл су қоймасының жағалауынан 400 қаптан аса қоқыс шығарды. Жақында қалалық әкімдікте Сәтпаев қаласының 4-5 шағын аудандары мен 20 орамдарын жоспарлау жобасы егжей-тегжейлі таныстырылды. Жобаланатын учаскі Ұлытау облысының Сәтпаев қаласында орналасқан аумақты қамтиды. Қазіргі уақыт жоспарлау жобасының учаскісінде Сәтпаев қаласының тұрғын үй құрылысы және мәдени тұрмыстық мақсаттағы объектілердің негізгі бөлігі орналасқан. Жобаланатын учаскінің халық саны бастапқы жылы шамамен 30 000 адамды құраған. Граница проектируемого участка проходит с юга от улицы Улутау до севера улицы Ярдена, с востока улицы Калмагамбетова до улицы Абая. Общая площадь проектируемого участка составляет 352 гектара. На данный момент, как вы видите и знаете, что участок практически полностью застроен. Имеются индивидуальные жилые дома с участками, а также есть многоэтажное жилое строительство. Составляет двухэтажный, также есть трехэтажные, четырехэтажные, пятиэтажные дома. Бұзуға ұсынылатын үйлердің жалпы ауданы шамамен 141 000 шаршы метрді құрайды. Көбісі 1955-1960 жылдары салынған екі қабатты көп пәтерлі тұрғын үйлер. Сондай-ақ 1980-1988 жылдары салынған үйлер де бар. В ходе анализа участка был проведен анализ степени износа жилищного фонда на основе данных от отдела жилищной инспекции города Сәтпаев. На основе него предлагается реконструкция имеющего жилищного фонда, которая была еще предусмотрена генпланом, который был разработан в 2021 году. Проектом предлагается на месте ветхих и аварийных домов, в основном, как я сказал, двухэтажных, которые были построены еще в 50-х, 60-х годах прошлого века, на их месте предполагается застроить проектными пятиэтажными жилыми домами, многоквартирными. Также имеются аварийные дома и трех, и четырех, и пятиэтажные, их около 6. Также на месте них проектом предлагается построить, реконструировать пятиэтажные многоквартирные жилые дома. Жобаланған учаскінің халық саны шамамен 41 000 адамды құрайды. Жобада 3 мектепке дейінгі балалар мекемесінің, емхананың, стадиондардың, дене шынықтыру сауықтыру кешенінің, клуб үй-жайының, мешіттің құрылысы ұсынылды. Алайда жобада жалпы білім беру мекемелерін салу көзделмеген. Гүлназ Амангелдіқызы, Айбек Өмірәлі, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Сәтпаев қаласының тұрғындары үшін ғашықтар спектаклі көрсетілімі өтті. Қойылым Сәтпаев қаласының 50 жылдығына арналған. Ілияс Есенберлиннің туындысы бойынша спектакльді Сергей Қожамқұлов атындағы Жезқазған қазақ музыкалық драма театрының актерлері сомдады. Сәтпаев қаласының 50 жылдығы қарсаңында Шымболат Тілдебаев атындағы Кеншілер сарайында ғашықтар спектаклі ұсынылды. Оқиға Ілияс Есенберлиннің ғашықтар романына негізделген. Драма таза махаббат пен ар-ожданның ұлылығын баяндайды. Басты рөлдерде Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазған қазақ музыкалық драма театрының дарынды актерлері Нұржан Бейсбеков, Ардақ Жарқынбеков, Тоғжан Үмбетжанова, Айнұр Қабдешева ойнады. Спектакльде Жақсыгелді Сейіловтің әуендері де қолданылған. Кәлін қалай жұмыс істейтінін көріп асыға. Барып көрдім. Бірақ аяу жанға деген сезім барлық бойымды билеп алды.
краннан төмен қалай түскен кезінде байқамай қалдым. Енді қашан кездесесіз дедім. Ретін таба алмай жүрдім. Аяу жүріп өзі көмектесіп. Бүгіннен бастап біз қыз бен жігіт болып жүре бастадық. Ильяс Есенберлиннің «Ғашықтар» роман негізінде махаббат мелодрамасының қоюшы режиссері Шауған Үмбетқалиев, қоюшы суретші Қуат Дүйсенбек, ал сахналық нұсқаның авторы Ұлан Болатбек екенін айта кетейік. Жалпы бұл спектакль Ильяс Есенберлиннің, жалпы бұл шығарма Ильяс Есенберлиннің бір көлеңкеде қалып қалған шығармалардың бірі. Неге десеңіздер, осы көшпенділер, алмас қылыш деген ауқымды шығармалардың астында көлеңкесінде қалып қалған шығармалардың бірі. Десек те бұл отандық театр кеңістігінде сахнаға шығуының екінші мүмкіндігі. Бірінші рет осы Есенберлин шығармасы Астана қаласының жастар театрында сахналанып көрген. Бірақ та енді біз премьерадан кейін театр қауымының, жалпы театр мамандарының пікірінше Есенберлиннің осы «Ғашықтар» романның бір сәтті шыққан қойылымы деп есептейді. Біздің өңірде жыл сайын театр көрермендерінің саны артып келеді. Бұл жолы көрермендер қатарында жергілікті билік өкілдері де болды. Алтынгүл Төлегенова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Ішкі саясат бөлімінің әлеуметтік тапсырысы бойынша Ұлытау өңірінің экологиялық дамуына үлес қосу мақсатында Айнакөл су қоймасында сенбілік ұйымдастырылды. Біздің түсірілім топта тазалық жұмысына қатысып қайтқан болатын. Толығырақ тілші тарқатады. Айнакөл су қоймасының жағалауында әр 3 ай сайын еріктілер арасында сенбілік ұйымдастырылады. Әлеуметтік тапсырыс бойынша акцияға 30-дан астам ерікті қатысты. Бірнеше сағат ішінде белсенділер 400-ден астам қоқыс жинады. Осындай белсенді жастар ертең қоғамдағы елеулі азаматтардың қатарын толтырып, ел ертеңіне еңбек ететін болады дейді сенбіліктің басы қасында жүрген ұйымдастырушылар. Ішкі саясат бөлімінің әлеуметтік тапсырысы болғаннан кейін жоғары деңгейде ерікті балалардың бәрін осы бір ай көлемінде жинадық. Содан енді осы бір ай көлемінде ерікті деген балалардың бәрін алып келіп, біз жинап жатырмыз. Бұл биылғы жылы 2 рет ұйымдастырылып тұрған акция. Жаз кезінде, яғни көктем кезінде, содан кейін міне қазір күз кезінде. Көктем мен күздің арасы айтарлықтай көңілге қонымсыз, өйткені көктемде жинаған қоқыстың 2 есесі қазір тағы да өкінішке орай болып жатыр. Сондықтан да қала тұрғындарын өз қоқыстарыңызды өздеріңізбен алып кетуге шақырамыз, қаламызды таза ұстауға шақырамыз. Белсенділердің арасында 10-шы сынып оқушысы Әнуар Сейтжан да бар. Жаз айында жасыл ел жасақтарының қатарында белсенділік танытқан оқушы осы акцияда тазалық жұмыстарына өз үлесін қосуда. Бүгін мен ерікті болып Ұлытау облысы Сәтбаев қаласындағы Айнакөл деген жерге келдім. Менің көрген бойынша мына жерде қоқыс өте көп, және өзіміздің қаламызды жақсы ұстауымыз керек. Сондықтан осы жерге келдім. Сәтбаев қаласының тұрғындарына айтарым, өздеріңіздің ақтыңыздан жинап, қоқыс шашпауыңыздарыңызды сұраймын. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұндай акциялар тұрақты негізде өткізіледі. Іс-шараның экологиялық мәдениеті және халықтың жауапкершілігін арттыру үшін маңызы зор. Гүлназ Амангелдіқызы, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Ұлттық спорт ұлт мұрасы. Кен өндіру саласының мамандары спорттық ойындардан сынға түсіп, өздерінің спорттағы белсенділіктерін көрсетті. Айта кетейік, ұлттық спортты ұлықтаған доданы Қазақмыс Maintenance Services жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорнындағы Жастар болашақ жастар одағы ұйымдастырды. Ұмыт қалған ұлттық ойындарды насихаттау және достық қарым-қатынасты бекіту мақсатында өткізілген жарыс кеншілер күніне орайластырылған. Ата-бабаларымыздан келе жатқан садақ ату, асық ату, арқан тартыс, қыз қуу ойындарына қызығушылық танытқан еңбеккерлер аз болған жоқ. Ұлттық спортты Қазақмыс Maintenance Services жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорнындағы Жастар болашақ жастар одағы ұйымдастырды. Бүгін біз Сәтбаев қаласындағы Нұртөбеде орналасқан Алтын Қасқа ипподромында Қазақмыс Maintenance Services еңбеккерлерінің Жастар болашақ жастар одағы мүшелеріне арнайы ұлттық ойындарын өткізіп жатырмыз. Яғни ұлттық ойындарымыз бұл ата-бабамыздан келе жатқан құндылықтардың бірі болып саналады. Бүгін ұлттық ойындардың ішінден біз садақ аттық, асық аттық, арқан тартыс болды. Және
Біраздан бері біздің жерімізде ойнатылмаған қыз қуын ұйымдастырдық. Қыз қуу өте әсерлі, керемет деңгейде өтті деп ойлаймын. Барлық қатысқан еңбеккерлерімізге алғысым шексіз. Осындай ипподромға келіп, аттың үстіне мініп, бос уақыттарыңызды тиімді пайдаланыңыздар. Ең алдымен еңбеккерлер өздерінің мықтылығын, мергендігін көрсету мақсатында садақ ату мен асық ату ойындарынан сынға түсті. Нәтижесінде ерекше мергендікті Амангелді Жүрсінов, Арман Жанат, Ерболат Сағындықов көрсете білді. Одан әрі командаға бөлінген ер азаматтар қауымы арқан тартыстан сынға түсіп, қол күштерін бағамдады. Бүгін 2-ші қыркүйек күні Алтын Қасқа ат орталығында КМС жастар болашақ одағы ұйымдастырылған қазақи ойын, арқан тартыс, асық ойнау, қыз қуу, садақ ату ұйымдастырып, бүгінгі ұлттық дәстүрді дәріптеп отырмыз. Яғни бізде осы 1 жылдан астам жұмыс істеп отырмыз. Атқа отыру, ипподром, яғни бұл аттың пайдасы бәрімізге белгілі. Қазақы өзіміз атауымыздың мінген атымыз ғой. Бұл жерде біріншіден атқа мінген кезде бөлек рухани демалыс. Екіншіден емімен пайдалы біздің аттар. Сол себепті ипподромға атқа мініңіздер, құшақ жая қарсы аламыз. Орналасқан жері Сәтпаев қаласы, Нұртөбе дачасы, Алтын Қасқа ат орталығы. Қыз қуу қазақ халқының ертеден келе жатқан ұлттық ойындарының бірі. Бұл ойын қазір ұлттық спорт түріне еніп, қанатын кеңге жайып келе жатқан жасырын емес. Десе де жастар одағы аталмыш ойынды жаңғыртып, ойынға шабандоз қыздарды дайындап, жігіттерді тағы бір сынға түсірді. Айта кетейік, қыз қуу ойынына 7 азамат қатысты. Ұлттық ойындарға қатысқан 7 команданың ішінен суырылып алға шыққан энергетика бөлімі 1-ші орында, 67-ші шахтадағы сервистік жөндеу телім еңбеккерлері 2-ші орынды қанжығалады, ал 3-ші орын дәнекерлеу цехына бұйырды. Жеңімпаз командалар ақшалай және сыйлықтармен марапатталды. Айта кетейік, бұдан бөлек үздік шабандоз номинацияларымен Ерболат Алпысбеков, Наргиз Адайқызы, Наргиза Әбілкасенова марапатталса, үздік мерген номинациясын Ерболат Сағындықов иеленді. Алтынгүл Төлегенова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Қымбатты көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Алда орай болжамы және орыс неге жаңалықтары келесі кездескенше аман сау болыңыздар.